Коллаген біздің тырнақтың, шаштың, терінің және де буынның, сүйектің, шеміршектің құрылыс материалы. Витамин жетіспейтін болса, онда тестостерон және де эстроген гормондарының деңгейі төмендейді. Магний жетіспесе, бізде ағзадағы осы 400 реакцияда қандай да бір ақау пайда болады. Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелі дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге әдемі қартаюдың 4 өнімі туралы айтатын боламын. Егер де видео қызық болатын болса, соңына дейін көріңіз. Ал видеоны бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк қойып, комментарий жаза отырыңыз. Бірінші өніміне келетін болсақ, ол коллаген болып келеді. Коллаген біздің тырнақтың, шаштың, терінің және де буынның, сүйектің, шеміршектің құрылыс материалы болып келеді. Яғни біздің көзімізге көрініп тұрған тырнағымыздың осылай тырнақ болып тұруы үшін осы коллагенден тұрады. Яғни коллаген жетіспейтін болса, тырнағыңыз сынғыш, майысқыш және де дұрыстап өспейтін болады. Шаштың да құрылыс материалына кіреді, яғни коллаген жетіспесе, шашыңыз тез түсетін және де тез ұштанатын болады. Және теріңіздің серпінді, иілгіш болып келуде осы коллагенге байланысты. Коллаген сүйектің сынбауына және де шеміршектің бүтін болуына көп үлесі бар. Және де осы тірек қимыл аппаратының негізін құрайды. Сол себепті біз БАДыды, яғни биологиялық активті заттарды қанша мөлшерде қабылдағанымыз маңызды емес, оның сіңімділігі маңызды. Біз барынша сіңімді өнімді таңдау керекпіз. Коллагеннің жануар тектес және де морской деген түрлері болады. Соның морской коллаген сіңімділігі жақсы болып келеді. Ол ағзаға тез сіңеді. Сол себепті біздің таңдайтын өніміміз морской коллаген. Коллаген ол белок. Коллагеннің жетіспеушілігін неден анықтаймыз? Яғни жалпы биохимиялық анализден біз жалпы белокты қараймыз. Егер жалпы белок 73-тен төмен болатын болса, онда сіздің белогыңыз төмен, яғни сізге коллаген қабылдау керек. Қалыпты гемоглобиннің өзі ол белок. Яғни біздің анемияны бар ма жоқ па анықтайтын, қарайтын көрсеткіш болып келеді. Сол себепті коллагенді біз жалпы белокқа қарап қабылдаймыз. Және де коллагеннің ағзаға жақсы сіңу үшін өзінің кофакторлары болады. Яғни ол цинк пен витамин С. Цинктің өзі терінің серпімділігін сақтап отырады. Яғни білгіштігін. Уақыт өте келе 20-25 жастан кейін коллагеннің өндіруі азаяды. Бізге сол себепті одан кейін коллаген қабылдау керек. Ағзада сіздің теріңізде әжімдер пайда болатын болса, онда сіздің коллагеніңіз азайды деген сөз. Келесі біздің өніміміз келетін болсақ, ол витамин Д. Витамин Д-ның қызметтеріне келетін болсақ, ол бірінші иммуномодулятор, яғни иммунитетті көтеру қызметін атқарады. Екінші қасиетті, қабілетті қызметі қабынуға қарсы әсері бар. Д витамині ағзада прогормон қызметін атқарады, яғни ағзадағы түзілетін эстроген және тестостерон гормондарының түзілуіне әсер етеді. Д витамині жетіспейтін болса, онда тестостерон және де эстроген гормондарының деңгейі төмендейді. Витамин Д біздің геномымызға әсер етеді. Яғни витамин Д-ның мөлшері азаятын болса, онда тез қартаю пайда болады. Және де келесі витамин Д шаштың жағдайына және тырнақтың үндігіне де жауап береді. Және де витамин Д-ның келесі қасиеті ол адамның көңіл күйіне де әсері бар. Яғни витамин Д-ңыз аз болса, адам депрессия мен апатияға бейім болып келеді. Депрессия дейтін көңіл күйдің төмендеуі, апатия ол ештеңеге адамның зауқы болмауы. Ал келесі витамин Д ішектің жұмысына жауап береді. Егер де ішектің микрофлорасы жақсы болса, оның перистальтикасы жақсы болады. Яғни оның жиырылып жазылғыштығы. Егер де ішектің перистальтикасы жақсы болса, онда оның сіңімділігі де жақсы болады. Яғни витаминдерді қайтадан ішек арқылы сіңіру қабілеті де жақсы болады. Ал витамин Д-ның жақсы сіңірілу үшін ағзада оның өт қабының
жағдайы және де өттің аққыштығы, сұйықтығы өте маңызды болып келеді. Сол себепті витамин D-ның ағзаға жақсы сіңсін десеңіз, өтіңізге мән беріңіз. Келесі біздің өніміз ол магний болып келеді. Магний ол ағзада 400-ден аса реакцияларға қатысады. Яғни осы магний жетіспесе, бізде ағзадағы осы 400 реакцияда қандай да бір ақау пайда болады деген сөз. Ал магний ағзада жетіспесе, адамда бас ауруы және бұлшықеттердің тіресуі, аяқтардың тырысуы, сонымен қатар пременструальды синдромның айқын болуы, іштегі іш аймағындағы іштің ауру сезімі күшеюі және өттің аққыштығына, сонымен қатар адамның көңіл күйіне, апатия, депрессияға алып келуі, депрессияда болуы да магнийдің жетіспеушілігінен болып келеді. Айта кеткендей, апатия ештеңеге зауқы болмауы, ал депрессия болса көңіл күйінің төмен болып жүруі. Келесі, магнийдің өзінің бірнеше формулалары болады. Магний цитрат, яғни магний цитрат ол адамда ішектің жұмысын жақсартады. Егер адам запор болатын болса, ішектің жұмысын жақсартуға, магний қабылдау арқылы ішектің жұмысы жақсарып, іш жақсы жүреді. Егер де бұны дұрыс қабылдау керек, оны 1 килограммға 10 миллиграммын қабылдау керек. Егер де дозасын көп қолданатын болсаңыз, адамда диарея пайда болуы мүмкін. Ал диарея дегеніміз іштің өтіп кетуі. Магнийдің таурат дейтін түрі ол жүрек қан-тамыр жүйесін жақсартады. Ал осы магний таураттың құрамындағы таурин амин қышқылы ол өттің жақсы ағуына да әсер етеді. Ал келесі магний глицинат ол адамның апатия, депрессияда болатын болса, яғни көңіл күйі жоқ болса, оны жақсартады. Адамның көңіл күйін көтеріп, жақсарту қызметін атқарады. Ол глицин амин қышқылына байланысты болып келеді. Глицинат ол құрамындағы глицин амин қышқылына байланысты адамның көңіл күйін көтереді. Магний оксидат ол сіңімдігі өте баяу болғандықтан оны көп қолданбаймыз. Қазіргі стресстік жағдайларға байланысты біздің магнийге деген қажеттілігіміз көбірек туындап отырады. Ал келесі біздің өніміміз ол йод болып келеді. Йод ол тек қана қалқанша безінің жұмысын ғана емес, сонымен қатар аналық безін, сүт безінің жұмысын жақсартады. Йодтың жетіспеушілігінің белгілері ол аяқ қолыңыздың мұздап жүруі, және де адамның көңіл күйін болмауы, апатия, депрессияға бейім болуы, және терінің иілгіштігі төмен болатын болса, төмендеуі йодтың жетіспеушілігінің белгісі болып келеді. Бізде йод тапшылық аймаққа жататын болғандықтан, 2-ның бірінде йод тапшылығы болуы мүмкін. Яғни ол йод жетіспесе, йод тироксин және йод-тиронин деп аталатын қалқанша безінің гормондары деңгейі төмендейді. Соның нәтижесінде ағзада зат алмасу қызметі бұзылады. Тұздың құрамына қосады, бірақ егер де тұз ұзақ уақыт тұрып қалған болса, онда оның құрамындағы йодтың ұшып кетуі мүмкін. Және де келесі, біз аптекадағы йод актив деп аталатын дәрілік препаратты қолдансақ болады. Йод біздің миымыздың дұрыс белсенді жұмыс жасауына атсалысады. Мысалы, мектеп жасындағы балалардың жұмысын, сабақты жақсы оқуы осы йодтың деңгейіне де байланысты болып келеді. Ғалымдар эксперимент жүргізген, бір сыныпқа йод препаратын берген, екінші сыныпқа йод препаратын бермеген, екеуін салыстыра келгенде жолдың қорытындысында йод препаратын берген балалар жақсы көрсеткіш көрсеткен. Йодтың деңгейін біз қаннан және зәрден анықтай аламыз. Және де йодтың жетіспеушілігін анықтайтын әдістеріне аламыз. Және де оны қолымызға бірінші бағанаға әлсін түрде жағамыз, екінші бағанаға кішкене қанығырық қылып жағамыз, үшінші бағанаға қатты анық қылып жағамыз. Соның нәтижесінде таңертең көреміз, йодтың жетіспеушілігі болатын болса, онда йодтың бәрін сіңіріп алады теріңіз. Осымен біздің маудың және де сұлу қартаюдың 4 өнімі туралы айттық. Егер де видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, лайк қойып, комментарий жазып отырыңыз.
Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.